Әуе қорғанысы күштерінің әскери институтында екінші әскери интерндер оқу бітірді. Енді қарулы күштердің медициналық мекемелері 22 дәрігермен толықпақ. Өткен сенбі күні жас лейтенанттарға диплом табысталды. Салтанатты шара туралы келесі бейнематериалда. Бұл 2016 жылы әскери ұшқыштар институты базасында құрылған факультеттің екінші түлектері. Мамандығы бойынша пәндерді медициналық университетте, ал әскери пәндерді әскери институтта оқыды. Оларға жалпы практика дәрігері, хирург және терапевт біліктілігін растайтын диплом және куәлік табысталды. Қорғаныс министрінің бұйрығы шығып, олар әскери бөлімдермен мекемелерге, госпитальдерге қызметке тағайындалды. Енді алдағы уақытта сол орында, сол жерлерде қызмет етеді. Биылда біз абитуриенттерді қабылдаймыз. Барлығы уже военкоматтар арқылы заявление жазып, арыз жазып, біздің институтқа түсуге болады. Сонымен бірге қыздар да, ұлдар да қабылдаймыз. Сонымен бірге Санкт-Петербургға военно-медицинский академия бар, Киров атындағы. Оған да жібереміз, және Еревандағы медициналық университет бар. Соған да жолдама беріп, сояққа оқытамыз. Биыл 22 әскери интерн оқу бітірді. Олардың ішінде 2 білім ордасын үздік тәмамдаған Әділет Оспановқа ерекше үлгідегі диплом табысталды. Хирург болуға армандадым, және де мен әскери мектепті бітіргендіктен, школа-интернат Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетов атындағы Жас ұлан республикалық мектебін бітіргендіктен, мен өзімнің алдыма мақсат қойдым, әскери дәрігер боламын деп. Және де бүгінгі таңда әскери дәрігер хирург дәрежесін алып отырмын. Екі жақта оқу біз үшін енді қиын болды деп айта алмаймын, себебі екі жақта да барлық жағдай жасалған. Институт басқармасы, институттың оқытушы составы, және де басқасы мемлекеттік медициналық университетінің барлық дәрігер, және де оқытушы составына бүкіліне құрамына алғысымызды білдіреміз. Және де осындай үздік диплом алу, ол бірінші очередь солардың арқасы деп ойлаймын. Бүгінде әуе қорғанысы күштердің әскери институты жанында бастауыш академиялық бағдарлама бойынша 38 медициналық курсант білім алып жатыр. Биыл оқу орны 27 адамды оқуға қабылдауға дайын. Зірке Өтеген, Бақытжан Ергеев, Ақтөбе телеарнасы.